медстраховка бойынша қарыз шыққан болса және де медстраховканы қалай төлеймін десеңіздер, ол үшін Каспиға кіресіздер және де каждый айдың медстраховкасын бөлек-бөлек құйып шығасыздар. Яғни медстраховканы артқы айларға құясыз. Ол үшін госуслугиға кіресіздер Каспиға кіргеннен кейін. Және де былай жылжытқан кезде бізде бизнес деген шығады. И осылай астға түседі. Платежи для ИП дегенге кіресіздер. Осы жерден взносы на обязательный соцмедстрахование для ИП деп тұр. Для ИП дегенге кіріп, медстраховканың өзін төлейсіздер. Егер де пеня төлейтін болсаңыздар, отчисление взносы соцмедстрахование дегенге кіресіз. Пеня болса отчисление дегенге кіресіз. Егер де ай сайынғы 5950 теңгені төлеу үшін осы взносыға кіресіз. Бірінші біз ай сайынғыны төлеп аламыз, кейін пенияны төлейміз. Взносыға кіреміз. Тип платежа КНБ 122, периодты таңдаймыз. Қай айға біз төлемедік, медстраховканы январға төлемедік. Осылай каждый айды белгілеп, енді жазасыздар. Продолжить басқан кезде сіздерде бекітілген 5950 теңге к оплате деп шығады. Астын басып продолжить, оплатить деп басып 5950 теңге төлейсіз. Одан кейін артқа шығып, қайтадан периодты таңдап, февральды төлейсіздер. Осылай каждый айды бөлек-бөлек төлеп шығасыздар. Февраль төледіңіз, продолжить басып, одан кейін март төлейсіз. Солай каждый айды төлеп шығасыздар. Енді бірінші жарты жылдық біздің июнь айына дейін ғой, сол үшін июнь айына дейін каждый айды осылай бөлек-бөлек төлеп шығасыздар. Одан кейін бізде кешіктіріп төлеген үшін пеня шығады. Пеняны төлеу үшін жаңа айттым. Отчисление взносы дегенге кіреміз. Отчисление взносы соцмедстрахование деп тұр. Осыған кіреміз. Және де осы жердегі КНП, міне пеня 124-ті таңдаймыз. Пеня несвоевременную уплату взносов на ОСМС. Осы ең соңғысын таңдаймыз. Пеня дегенді міндетті түрде пенясын төлеу үшін. Одан кейін период оплатыды таңдаймыз. Қанша пеня шығып тұр, сіздерде соны төлейсіздер. Мысалға кейбіреуінде 1000 теңге пеня, 2000 теңге пеня деп сіздің кешіктірген жаңағы уақытыңызға байланысты пенялар тұрады. Соны лицевой счеттан көріп, қарызыңызды көріп, осы жерге төлейсіз. Период оплатыға кез келген айды таңдайсыз бұл жерге. Бірінші жарты жылдықтың, мысалға май айын таңдайсаңыз болады. Таңдаймызда имплательщикка өз үйіңізді жазасыз, инработникаға да өз үйіңізді жазасыз. Және де жаңағы пеняның суммасын жазамыз. Мысалға 2200 теңге болса, 2101 теңге болса, 2200 деп төлей берсеңіздер болады. Именно пеняны округлять етіп төлеуге болады. Жаңағы именно ай сайынғы бөлек медстраховканы ол бекітілген сумма, оны 5950 теңге ай сайын төлейсіз. Егер пеня болса, округлять етіп төлей бересіздер. 2200 теңге к оплате деп басып, пеняны